Қайырлы күн қазақ елі. Сөйлеп тұрған ғалым кәлмет тікелей эфирде жаңалық тыңдаңыздар. Ақтөбеде дропперлерді тартып, халықтан 120 миллион теңге ұрлаған интернет алаяқтардың құйтырқылығы әшкере болды. Қылмыстық топтың құрамында 10-нан астам адам болған. Тергеу мәліметінше олар жұмыс әрекеттерін іске асыру үшін 150 дроппердің банк шоттарын пайдаланған. Ұялы телефонға қондырып алған банк қосымшалары мен крипто әмиян арқылы ол шоттарды қашықтан басқарыпты. Жәбірленушілерден келген ақшаны әуелі транзиттік шотқа түсіріп, сосын криптовалютаға айырбастап алған. Кейін жалған құжаттарды пайдаланып, заңдастырып, қолма-қол ақшаға айналдырыпты. Осылайша 16 өңірде тұратын 80 адам зардап шеккен. Қылмыстық топтың 8 мүшесі қамауға алынды. Тағы 2 күдіктіге қатысты үйғамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 8 пәтерге, 1 автокөлікке және 52 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтерге тыйым салынды. Тергеп тексеру жалғасуда. Қазақстандықтардың 1,2 миллиард теңгесін қылғытқан қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға кесілген үкім өзгеріссіз қалды. Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық сотта Назира Голдтың ісін қарап, осындай шешім шығарды. Аужаласқан қулар 10 ай бойы табысың табандап өседі деп жұрттың қаржысын жиған. Түскен ақшаға үй алып шаттанып, көлік мініп мақтанып, алтын күміске мастанып жүріпті. Құйтырқы құрылымды басқарғандар заңсыз ақшаны жасыру үшін мүліктің бәрін туыстарының атына рәсімдеген. Ал пирамиданың қақпанын қапқандардың саны 150-ден асады. Жеңіл ақшаға желіккендердің жартысы шығынын өндіріп алыпты. Ал 63 азаматқа талап арызбен сот табалдырғын тоздыруға тура келеді. Айта кетейін, 28 жастағы Назира Нұржанова басқарған Назира Голд қаржы пирамидасы Шымкентте жұмыс істеген. Биыл сәуір айында сот оны 10 жылға бас бостандығынан айырды. Алайда кәмелетке толмаған баласы болғандықтан жазаны өтеу 1 жылға кейінге шегерілді. Қалған 4 сыбайласы 5-6 жылдан арқалап кете барды. 40 градус ыстыққа асфальт та шыдайтын емес. Сондықтан ел аумағында кейбір жүк көліктерінің жүріп тұруына шектеу енгізілді. Шілденің 10 мен тамыздың 10 аралығында көлемі ірі және салмағы ауыр жүкті тасымалдайтындар бақылауда болады. Яғни сынап бағаны плюс 25 градустан жоғары болса, олар көлігін уақытша қаңтарып, сапарын кеш қарайғанда жалғастырады. Мұның бәрі жол жабындысын сақтау үшін жасалып отыр. Бұдан бөлек көлік инспекторлары жедел іс-шаралар кезінде Ақтөбе облысының аумағында автокөліктерді тексеріп 80-ге жуық заң бұзушылықты анықтаған. Оның ішінде жүкті шамадан тыс тиегендер, температура тәртібін сақтамағандары бар. Шектеулер ауа температурасы 25 градустан жоғары болған кезде енгізіледі. Бұл аталған шектеулер халықаралық және жолаушылар тасымалына, сондай-ақ тез бұзылатын қауіпті және гуманитарлық жүктерді тасымалдауға, төтенше жағдайлар жоюға және әскери тасымалдарға тартылған көліктерге қолданылмайды. Аптап ыстықтың беті қазір қайтпайтын секілді. Әсіресе Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау, Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарында ауа температурасы 40-тан 44 градусқа дейін көтеріледі. Төтенше жағдайлар министрлігі осы себепті өрт қаупі артуы мүмкін екенін айтып халыққа ескерту жасады. Әрі оңтүстікте жел күшейеді. Бұл оттан келетін қатерді өршітетісі ықтимал. Сондықтан мамандар азаматтарды барынша сақ болуға шақырды. Қасым-Жомарт Тоқаев болашақ ойындар 2026 халықаралық мультиспорт турнирінің ашылуына қатысқан Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті. Мемлекет басшысы мәртебелі мейманға айтулы спорт додасына арнайы келген үшін ризашылығын білдірді. Кездесуде екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыстарды одан әрі нығайту мәселелері талқыланды. Негізгі назар сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге, көлік логистика және энергетика салаларындағы бірлескен жобаларды дамытуға аударылды. Бұдан бөлек президенттер өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасып, алдағы кездесулердің күн тәртібін пысықтады. Қазақстанның болашағы адам капиталы. Осындай тақырыппен Алматыдағы медиа кешенде ұлттық теледебат өтті. Онда 7 партияның өкілдері сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, көрермендердің сұрақтарына жауап берді. Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының директоры Жандос Шаймарданов алғашқы телевизиялық дебатқа оң баға берді. Оның пікірінше бұл құрылтайдағы орындар үшін жүріп жатқан ашық әрі бәсекелі сайлау науқанының айқын көрінісі. Олар ең біріншіден бағдарламасымен таныстырып жатыр және өз тізімімен қандай тізімді қараған кезде анда көп
кандидаттар бар. Біздің азаматтарымыз мына кандидаттарды өз көзімен көріп, бағдарламасын тыңдап, сол арқылы енді теледебат үлкен мүмкіншілікті ашып отыр деп ойлап отырмын. Пікірсайысқа құрылтайдан дәмелі 7 саяси партияның өкілдері қатысты. 5 кезеңнен тұратын теледебат барысында олар қоғамды алаңдатқан түрлі өзекті сауалдарға жауап беріп, құрылтай сайлауына не үшін қатысып жатқандарын жан-жақты түсіндірді. Бір-біріне сұрақ қойып, бағдарламаларының кемшін тұстары мен артықшылықтарын дәлелдеуге тырысты. Желі арқылы сайлаушылардан келген әлеуметтік сала, экономика, білім беру мен денсаулық сақтауға қатысты сұрақтарға үн қатып, оны шешудің жолдарын көрсетуге тырысты. Тікелей эфир барысында көрермендер экрандағы QR-кодты сканерлеп, онлайн дауыс беріп, партия өкілдеріне бағасын берді. Негізі жасанды интеллект бойынша олар басқалардың бағдарламаларын зерттеп, олардың мысалы кемістігін айтып, және өздерінің партияның құндылығын жеткізді. Сондықтан сондай сияқты бұл енді саяси бәйгеде осындай біреудің кемістігін, біреудің жеткізілгенін соның бәрін көрсетіп тұру керек та. Сондықтан соның арқасында олар жеңіске жетеді. Бұл негізі теледебатта шоу болу керек, саяси шоу керек. Сонда ол қызық болады. Бұл дебатты мыңдаған, миллиондаған азаматтар көрді еліміздің, және де сол азаматтардың алдында мейлінше өздерінің тек бағдарламаларын ғана таныстырмай қоймай, жалпы өздерінің бағыт-бағдарын көрсетуге мүмкіндік болды. Енді әрине алғашқы теледебат болғандықтан оны осал тұстары да болды. Балқаш қаласында жаңа өндіріс ошағы бой көтеріп, 1200 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Президент тапсырмасымен шаһарда мыс қорыту зауытын салады. Кәсіпорынның іргетасы келер жылы қалана бастайды. Ал 2030 жылы толық қуатта іске қосылмақ. Ол зауыт жылына 300 мың тонна катодты мыс, 10 тонна алтын, 300 тонна күміс және 1,5 миллион тоннадан астам күкірт қышқылын өндіруге қауқарлы. Оның құрылысына жеке инвестициялар есебінен 750 миллиард теңге тартылыпты. Бұл талаптар тұрақты жаңағы 1200 жұмыс орнын құру ғана емес, одан бөлек әлеуметтік нысандарға қаржы бөлу, жаңа заманауи технологияларды енгізу, студенттердің Қарағанды облысында білім алуына жағдай жасау, және де кәсіподақтарға жыл сайын қаражат бөлу болып табылады. Жалпы жобаны іске қосу Қазақстандағы мыс өндірісін 1,5 есеге ұлғайтып, 800 мың тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді. Назарыңызға рахмет, құрметті көрермен. Кешкі сағат 18:30-да қайта жүздесеміз.